Ал мен бір шәкірттерім сабаққа келмей қалды, сондықтан сол уақытты бір пайдалы болып сіздерге жақсы бір сториста лайфхактермен бөліссем. Көп қыздардың маған қоятын сұрақтары, мысалы эфирға кірген кезде таң намазына қалай оянуға болады, ерте қалай оянсам болады деген сияқты осындай көптеген сұрақтар келеді. Сол ерте тұрудың қандай жолдары бар екен сіздермен бөлісейін, стористі қарап отырыңыздар. Ең бірінші ішкі ағзаға бірінші мән берсеңіздер. Ішкі ағза деген ол сіздің тамақтануыңыз, сіздің ойлау қабілеттеріңіз, осы нәрселерге қатты мән беру керек. Әләжі болса, кешкі 6-дан кейін ауыр тамақ жемеуге, мысалы манты, бешбармақ деген сияқты ауыр қорытылатын тағамдар. Көбінесе кешке жақын өте жеңіл, тез қорытылатын, мысалы сорпа, немесе бір айран деген сияқты, оны енді диетологтармен немесе нутрициологтармен бір ақылдасып алсаңыз жөн. Одан кейін барып ой. Яғни біз көбінесе кешке жақын күндіз бойы жұмыс істедік қой, телефон қараған жоқпын ғой дейміз да, кешке жақын телефон ақтара бастаймыз. Ал ол жерде бізге түрлі эмоция сыйлайтын түрлі контенттер шығып жатады. Бірде жылату, бірде күлдіру, қайғырту, еске бір нәрсені түсіру деген сияқты. Сол кезде біздің миымызға нагрузка береді, ол ми соны қорыта бастайды, яғни біздің ұйқымыз қашып кетеді, былай айтқанда. Екіншіден, біздің денеміз қазіргі осы 20 ғасырдан кейін отырушы қалыпқа өтіп жатырмыз. Барлығымыз компьютердің алдында отырып қана жұмыс жасаймыз, осылай табыс тауып жүрміз. Бірақ физикалық тұрғылықта біз көбінесе қимылдамаймыз, Егер де біз мысалы бір тауға шығып келсек, немесе сыртқа бір жүріп келсек, кәдімгідей денеміз шаршайды. Сондықтан да спортпен шұғылдануға қатты кеңес берем. Себебі адам спортпен шұғылданған кезде оның бұлшық еттері жұмыс істегеннен кейін ол былай айтқанда талып қалады да, шаршайды. Содан кейін кешке жақын дереу тез ұйқыңыз келеді. Сондықтан да фитнеспен айналыссаңыз да, немесе басқа бір жүріп келсеңіз де, жүгіріп келсеңіз де, әйтеуір күндіз сол жаңағы сағат кешкі 6-ға дейін сондай спорт түрімен шұғылдансаңыз. Үшінші кеңесім, ұйықтар алдын, сағат 9-да немесе 10-да жатамын деген сияқты сізде жоспар болады ғой. Сағат 8-де өзіңізге арнасаңыз 1 сағат бойы. Яғни 15 минут далада таза ауада серуендеп келіңіз. Ешқандай әлеуметтік желіні қарамаңыз, телефонды қарамаңыз, өшіріп тастаңыз, авиа режимге қойып тастаңыз да. 15 минут серуендеп келесіз, одан кейін келіп, күшті жылы ванна немесе душ қабылдаңыз. Былай айтқанда денеңізді полный расслабление, яғни босатуға жіберіңіз. Бәлкім свечи жағып, білмеймін, немесе әдемі жаңағындай бір денені босататын бір музыка қойып қоясыз ба, өзіңіз білесіз енді қалай жасайтын. Одан кейін жаңа кремдеріңізді жағып, бетіңізге ұйқы отын жағып, уже сіз пижамаңызды киіп, кәдімгідей ұйқыға осознанный түрде дайындалуыңыз керек. Ал енді төртінші бір кеңес, бұл сіздерге бір мотивация ретінде өзіңізді дайындау. Яғни сіз телефонды алып будильник қоясыз ғой, сол кезде сіз ниет етіңіз. Мен Алла қаласа таң намазына тұрамын, Аллахым маған жәрдем бер деп кәдімгідей ниетіңізді тұрамын деген сияқты бір ғана будильник қойыңыз. 15 минут кешіктіріп, немесе 5 минут кешіктіріп 5-6 будильниктің қоюы қажет жоқ. Себебі онда 5-6 будильник қоятын адамдар ең бірінші сөзінде уәде бере алмайтын адамдар. Былай айтқанда бір рет шырылдады, бір рет тұрмайды, тағы да 5 минут жата тұрайын, 5 минут жата тұрайын деген сияқты үнемі шаруаны кеш қалдырып жүретін адамдар. Ондай адамдарда мақсатқа жету, табысқа жету, өмірдегі бір қандай да бір орнына, өзінің арманына жету қиын болады да. Өйткені ол өзі таңында өзін бет тұрғыза алмайтын адам, ол қалай кейін өзінің мақсаттарын тұрғызады деген сияқты. Сондықтан ниет өте қатты маңызды, бір ғана будильник қоясыздар. Бесінші кеңес, ол мысалы мен сіздерге үнемі айтам, самолетқа егерде бізде таңғы уақыт болатын болса, ешқайсымыз кешікпей барамыз, себебі біз оған өте көп ақша төлейміз, және де баратын мақсатымыз керек, мақсатымыз жету деген сияқты. Сол секілді таң намазына ұйықтап қалатын адамдар ойласын, таңғы уақытта сондай бір керемет неғметтен құр қалып жатырсыз, Себебі мен алдында да рилста сіздерге айтып өткен, тағы да келесі стористі онымен бөлісейін, Ең бірінші сіздерге айтатын, қазір табыс, ақша, бизнес десе, қалай оңай ақша табу десе, бірінші сол тренинг адамға толып қалады, тез өтеді, Сондықтан ризық таңда бөлінетін ұмытпаңыз, себебі таңғы уақытта періштелер ауысатын болады. Ал ұйықтап жатырсаңыз, ұйықтап жатқан адам өлі адамға ақша керек емес. Сондықтан сол нәрсені ойлаңыз, ризықтан құр қалып жатырмын ба дегендей. Алтыншы кеңесі,
адам өмірінде не нәрсе важный, не нәрсе қатты маңызды, сол үшін сол мотивация болады өмірде. Оны алға жылжуына, тез оянуына, мысалы сіздер жұмыс уақытына ояна аласыздар, қысқы уақытта таң намаз сіздерге проблема емес, себебі таңғы уақыт кішкене кешірек кірген екен, жұмыс уақытымен бірде жұмысқа оянасыз, таңда оқи саласыз да. Неге? Жұмысқа бармасаңыз сол жұмыстан шығып кетесіз, ақша болмай қалады деген сияқты, сол секілді сол жұмысты важный қылып қойғансыз да, құлшылықты емес. Сондықтан құлшылықты важностін білу үшін, ол үшін білім алу керек, көп ақпараттар оқу керек, құлшылық жайлы, намаз жайлы, намаздың маңыздылығы жайлы. Сондықтан да біліңіздер, таңғы уақытта мен не үшін тұрамын, вообще осы өмірге не үшін келдім деген сияқты өзіңізге сондай сұрақ қоя біліңіз. Не алып кете аламын? Сол жұмысыңдағы ақшаны алып кете алмайсың. Сол жұмысыңда ақша жинаған үйіңді де, машинаңды да, босанған балаңды да, күйеуіңді де алып кете алмайсың. Тек қана құлшылығыңды ғана алып кете аласың да. Ал енді 7-ші кеңеспен бөлісейін, кішкене бір сілкіп алайық, өз-өзімізді. Бағана рилсті соңына дейін көрген болсаңыздар, соңғы уақытында не деп айтылды? Таң намазымен және құптан намазы 200-лерге ауыр деді. 200-лерге жәннаттың иісі де бармайды, яғни жәннатқа кірмейді деген сөз да. Сондықтан да біз қорқуымыз керек, не үшін мен таңға тұра алмай жатырмын, не үшін маған ол намаз ауыр. Демек, мен сол мінезіммен жұмыс жасайын, мына мінезімнен арылайын. Себебі ойлаңызшы, сіздің мәңгілік дүниеңіз или рахат дүние болады, или азап дүние болады. Сол дүниені өзіңізге ұсынып көріңіз, қайсысын таңдайсың деген сияқты да. Сондықтан не үшін таң мен құптан ауыр адамға? Өйткені құптанда адам ұйқысы келеді, күндіз бойы жұмыс жасайды, шаршап қалады. Ал таңғы уақытта ұйқысынан ояну ауыр болады да. Ал кімге ол нәрсе жеңіл, иншалла сізде ондай мінез жоқ деген сөз. Алла қаласа осы 7 кеңесті пайдаланып көріңіздер, таң намазына ұйықтап қалмайтын боласыз. Енді ұйқыны ретке келтіру керек. Демалдық, қаншама ұйықтадық. Бір ұстаздың сөзі бар еді, қабірде ұйықтаймыз деген. Сондықтан ұйқыңыз қанбаса, қабірде қаншама жыл ұйықтаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам неше жыл өмір сүрді? 63 жыл өмір сүрді. Қабірде қанша жатыр? 15 ғасырдан астып жатыр. Әлі қанша жататын белгісіз. Қарасаңыз, біздің ғұмырымыздан да өте ұзақ уақыт барзах әлемінде жатамыз. Ал арғы әлем қандай шексіздік болатыны Аллаға ғана мәлім. Сондықтан осы сізде ой болу керек, қабірде ұйықтаймын.